333 ойыншы маньяк. Кальмардағы оның рөлі дәл осы кейіпкер көпшілікке ұнаған жоқ, көпшілікке жек көрді, иә. Өйткені ол тіпті баласын да ойлаған жоқ, одан жүкті әйелді де ойлаған жоқ. Тек өзін ойлады, тек өзі жеңіске жетсем, ақша алсам деп ойлады. Әрине, бұл кейіпкер маған да ұнаған жоқ, бірақ осы рөлді сомдаған актер Им Ши Ван енді өзінің рөлін өте керемет 100% сомдап шықты. Бірақ Корея оны әрине хейт етіп жатыр. Рөлі үшін хейт етіп жатыр. Бірақ ол кісілер, хейт етіп жатқан адамдар оның мына рөлін көрмеген сияқты. Өйткені бұл фильмде ол маньяк. Бұл жерде бас кейіпкер қыз өзінің телефонын жоғалтып алады. Сонымен бір күні оған хабарласып телефон алады. Бірақ содан кейін үлкен өзгерістер орын алады өмірінде. Өйткені оның жаңағы телефонда болып жатқан ақпараттар басқа адамдарға жетіп жатады. Өмірінде көптеген жағымсыз жайттар орын алады. Кейін бұны біреудің істеп отырғанын біледі. Ал оны істеп отырған дәл осы Им Ши Ванның кейіпкері маньяк. Ол тіпті адам да өлтіреді. Сондықтан да триллер жанрындағы фильмді көргіңіз келсе, дәл осы фильмді көруге кеңес беремін. Фильмді қазақша субтитрдан көре аласыз ба? Қазақша атауы жоғалған телефон. Ал фильмді орысша көремін дегендер үшін фильмнің орысша атауы украденная личность.